Алаш тарихын айтқанда, көбіне ер азаматтардың есімі аталады. Бірақ сол қозғалыстың артында үнсіз күрескен әйелдер де болды. Олар мінберге көп шықпаса да, ұлттың оянуына білім, тәрбие, медицина және баспасөз арқылы үлес қосты. Мысалы, Назипа Құлжанова қазақ қыздарының білім алуын қолдаған ағартушы, педагог, журналист. Ол әйелдің қоғамдағы орнын жаңа деңгейге көтеруге тырысты. Аққағаз Досжанова алғашқы қазақ дәрігер әйелдерінің бірі. Ол кезде қыз баланың жоғары білім алып, медицинаға келуі нағыз батыл қадам еді. Мәриям Сейдалина да қазақ қыздарының баспасөздегі үнін танытқан тұлғалардың бірі болды. Ол қалам арқылы қоғамдағы әйел мәселесін, білім мен ояну идеясын жеткізуге үлес қосты. Алаш дәуіріндегі әйелдер тек отбасының ғана емес, тұтас қоғамның тағдырына алаңдады. Олар қыздардың оқуын, ана денсаулығын, ұлттық сананың оянуын маңызды мәселе деп білді. Алаш әйелдері көлеңкеде қалған лидерлер. Олардың есімін қайта айту өткенді түгендеу ғана емес, бүгінгі қыздарға рух беру.